Мемлекет басшымыз қазіргі заманда көріп отырсыздар, жаңа экономикалық өзгеріске өту керек. Нақты тапсырмалар беріп отыр оған. Ол бойынша бізде ең бірінші кезекте инвестиция тартып, жаңа кәсіпорындар мен жаңа жұмыс орындарын ашу. Екінші, мына агро сала бойынша, аграрлық салада бізде тамшылатып суғару, су үнемдеу технологиясын енгізу. Яғни әрбір гектардан бұрынғыдай жай ғана өсірмеу керек, оның өнімділігін көтеріп, оны ары қарай терең өңдеуін енгізу керек. Мынау енді ауыл ел бесігі бойынша айтатын болсақ, Отырар ауданында 2023 жылы 10 елді мекенде 15 жобаны іске асыруға 1,1 миллиард теңге қаржы бөлінген. Атап айтқанда 1,3 миллиард теңгелік жобаны қаржыландырылған. Арыс, Шойманов, Көкмардан, Шытты елді мекендерін табиғи газбен қамтамасыз ету жұмыстары жүргізілген. 967 миллион теңгеге Ақтөбе, Шойманов мекендерінде мәдениет үйін құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Биыл пайдалануға тапсырылады.